Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға сәлем. Бүгін мен тамақ ауырғанда және жөтел пайда болған кезде бұрыннан қолданатын әдістермен бөлісетін боламын. Бас пиязымызды майдалап турап аламыз да, оны қақпағы бар кез келген ыдысқа, мейлі шыны ыдыс болсын, пластмасса ыдыс болсын саламыз. Оның үстіне бал қосамыз. Егер балға аллергияңыз болса, шекер қосуға да болады. Ол пияздың ащы дәмін шығармау үшін және балдың емдік қасиетін өздеріңізде жақсы білесіздер. Бұл кәдімгі кішкентай балдарға өте дәмді сироп болып шығады және ересектерге де болады. Бұны жасап болғаннан кейін мұздатқышқа салуға болмайды. Жай күн түспейтін жерге 3-4 сағатқа қойып қойса болады. Содан кейін пияздың сөлі шығады. Келесі әдіс, тұмау жүріп жатқан кезде бір бас пиязды аршып 4-ке бөлемін де, соны бөлмелерге қойып қоямын. 2-3 күннен кейін пиязды жаңалаймын. Аршылып туралған пияз ауадағы барлық вирустарды өзіне тартып алады. Біз дайындаған пияздың сөлі шықты. Осыны кішкентай балдарға жарты шай қасықтан 3 мезгіл, ал ересектер шай қасықпен немесе десерттік қасықпен 3 мезгіл ішуіне болады. Қақырықты түсіріп, жөтелді тез басатын тәсілдердің бірі. Келесі әдісіміз, пияздың шамалы бөлігін ғана алып, оны майдалап тураймыз. Бір кесе сүтімізді қайнатып, туралған пиязымызды саламыз. Және оны бір бұрқ еткізіп қайнатып алуымыз керек. Бір қайнатып алғаннан кейін біз сүтімізді сүзіп аламыз. Және оған ыстықтай кішкене сары май салып қосып ішу керек. Сүт ыстық болып тұрған кезде оған бал салуға болмайды. Себебі бал өзінің емдік қасиетін жойып жібереді. Балды жылылай сүтке немесе суға қосып ішуге болады. Міне бұл да қақырық түсіретін, жөтелді тез кетіретін тәсілдердің бірі. Және тамақ ауыра бастаса, мен қолданатын тәсілдерімнің бірі, жылы суымызға, не сәл ыстықтай суымызға жарты шай қасық тұзбен жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып, тамағымызды қайта-қайта шаюымыз керек. Және фурацилин деген сары дәрі болады. Осыны үгітіп, оны да жылы суға ерітіп, жақсылап араластырып, тұз және ас содасымен алмастырып шаю керек. Сол сияқты тамақты ромашкамен, яғни түймедақпен шаюға болады. Дәріханадан түймедақтың пакеттегі түрін аламын да, соны ыстық суға салып, тұнбасын дайындап, сонымен тамақты шаямын. Немесе ашық түрде алсаңыздар, оны ыстық суға салып, сүзекімен сүзіп алып, тамақты шаюға болады.